Сәлем достар, менің YouTube арнамның көрермендері, бүгін сіздер мені өте оңай әрі дәмді болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін картопты осылай жұқа етіп турап аламыз. Ал туралған картоптарымызды салқын суға салып, жақсылап жуып аламыз. Одан соң қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып әдемі болып шықты. Енді қиярымызды жұқа етіп, ортасынан бір бөліп, осылай турап аламыз. Салатқа қажетті заттарды толық видеоның астына жазып қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Ал енді қызыл пиязымызды жұқа етіп тураймыз оны да. Ал ендігі кезекте помидор. Оны да ортасынан бір бөліп жіберіп, осылай жұқа етіп турап аламыз. Одан соң осындай арнайы ыдысқа барлығын салып, үстіне укроп және де әртүрлі өздеріңіз қалағандай ас көктерді пайдалансаңыздар болады. Тұзын өз қалауларыңыз бойынша қосып, жақсылап осылай араластырыңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бұл салат сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де видеом ұнаған болса, лайк және комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет.